23-ші аудио мәтін. Отырар кітапханасы. Ежелгі Отырар қаласы Сырдарияның Арыс өзеніне құяр жерінде Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан. Айналасы ат шаптырым терең ор, биік қорған. Төбе басында хан сарайы, жан-жағында қару-жарақ, теңге соғатын ұстаханалар, шәкірттер дәріс алатын бірнеше медреселер болған. Батыс жағындағы қақпа арқылы орыс көпестері, шығыстан моңғол, Қытай кезбелері кіретін. Түстіктен Шаш, Бұхара қалаларынан шыққан араб саудагерлерін, терістіктен Башқұрт, Саха ханзадалары жіберген керуен тізбелерін көруге болар еді. Сол керуендер арқылы қалаға әртүрлі әшекей бұйымдар, маталар, тең-тең кітаптар келеді екен. Саудагерлер тұс-тұстан алып келіп жатқан кітаптар Отырар қаласының үлкен кітапханасына жиналған екен. Осылайша түкпір-түкпірден әкелген сирек кездесетін кітаптар мен кітапхананың аты шығады. Отырарда жұлдыз санаған есепшілер, сәуегейлер, ойшылдар, ғалымдар, дүниенің сырын болжаған көріпкелдер өмір сүрген. Олар дүние жүзіне аты мәлім осы Отырар кітапханасынан сол кездегі бар кітапты алып оқып, дастан, бәйіттер жазған. Қолжазба бетіндегі ой теңізіне малтыған, әлемге аты шыққан ғалымдардың басым көпшілігі де осы Отырар кітапханасында болған. Білімге ұмтылған қаншама зерек шәкірт осынау кітапхана шырағданы астынан ғұлама атанды. Аңыз бойынша әлемге аты шыққан кітапхананы Шыңғыс хан түмені өртеп, біраз кітапты қала қорғаушылары құмыраға салып жер астына тығып, сақтап қалған деседі.